Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 42-ші сабақ есептеудің тиімді тәсілдері. Бізде бірінші тапсырмамызда сандарды қосу және азайту тәсілдеріне қарап, тиімді тәсілді таңдауымыз керек. Қарап тұрсақ, бірінші есебімізде 16 қосылған 49. Енді 16-ны сол бойы жазып, 49-ды 40 қосылған 4 қосылған 5 деп жазған екен. 16-ға 4-ті қосамыз, 40-қа 5-ті қосамыз, 16-ға 4-ті қоссақ 20 шығады, 20-ға 40-ті қосамыз, 60, оған 5-ті қоссақ 65 шығады. Бұл бірінші тәсіл. Енді осыны азайту амалында 65-ті 50 қосылған 15, 49-ды 40 қосылған 9 деп жазып алды. 50-ден 40-ты азайтамыз, 10 шығады, 15-ден 9-ды азайтамыз, 6 шығады. 10-ға 6-ны қосамыз, 16 шығады. Үшінші тәсілінде 60-қа 30-ды және 70-ге 40-ты қосып, осы жерден тиімді тәсілмен есептейді. Меніңше 60-қа 40-ты қосып алып 100, 30-ға 70-ті қоссақ та 100 болады. Енді 100-ге 100-ті қоссақ 200 шығады. Бұл өте тиімді тәсіл. Енді осы тәсілдерді қолдана отырып, екінші өрнектің мәндерін табуымыз керек. 45 азайтылған 39-ды былай жаздық. 45-ті 30 қосылған 15, 39-ды 30 қосылған 9 деп жазып алдық. Енді 30-дан 30-ды азайтамыз, 0 болады, 15-тен 9-ды азайтамыз, 6 болады. 0-ге 6-ны қоссақ 6 болады. Екінші есебі 17-ге 38-ді қосты. 17-ні 10 қосылған 7, 38-ді 30 қосылған 8 деп жазып алдым. 10-ға 30-ды қоссам 40 болады. 7-ге 8-ді қоссам 15 болады. 40-қа 15-ді қоссам 55 болады. Енді осы тәсілмен 23 ондыққа 2 ондықты, 7 ондықты, 48 ондықты қосып, осы жерден тиімді тәсілді қолданады. Тиімдіміз. Меніңше бірінші 23-ге 7-ні қосып алған ыңғайлы, себебі 23-ге 7-ні қоссақ, және 2-ге 48-ді қоссақ, сол тәсіл ыңғайлы. 2 қосылған 48. Бірінші жақшамның ішінен 30 шығады, қосылған, екінші жақшамның ішінен 50 шығады. Екеуін қоссақ 80 болады. Екінші есеп. 34 қосылған 8, қосылған 52, қосылған 6. Міне, 34-ке 6-ны қосқан ыңғайлы. Жақшаны ашып жазайық. 34 қосылған 6, қосылған 52, қосылған 8 деп жазайық. Тең. 34-ке 6-ны қоссақ 40 шығады. Қосу 52-ке 8-ді қоссам 60 шығады. Тең. 40-қа 60 қоссам 100 шығады. Келесі, үшінші есеп. Бізге мынандай үлгі көрсеткен екен. 300 қосылған 40, қосылған 500, қосылған 60. Ыңғайлы тәсілді қолдансақ, мына 300-ге 500-ді қосамыз 800 болады. Ал 40-қа 60-ды қосамыз 100 шығады. 800-ге 100-ді қоссақ, міне 900-ге тең болады. Келесі, 100-ге 24-ті және 76-ны қосты. Осы жерден тиімді тәсілді қолданды. Меніңше бірінші 24-ке 76-ны қосып алған ыңғайлы. Сол кезде 100 шығады, 100-ге 100-ді қоссақ, 200-ге тең. Бұл бізде үшінші мысал еді. Келесі, осы мысалды басшылыққа ала отырып, алдындағы осы үлгі астындағы тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші есеп 31 қосылған 69 қосылған 300. Тең. Бірінші былай аламыз. 31-ге 69-ды қосамыз, және оған 300-ді қосамыз. Тең. Сонда шығады. 31-ге 69-ды қоссақ, 100 шығады. 100 қосылған 300, тең, сонда 400 шығады. Екінші есеп.
80 қосылған 20. Осы екеуін қоссақ 100 шығады. Yerine жазайын. 80 қосылған 20. Осы 700 азайтылған 300. 700 азайтылған 300 болады. Кейін бірінші жақшамнан 100 шығады. Екінші жақшамнан 700-ден 300-ді азайтсақ, яғни 400 болады. Сонда бұл 500-ге тең болады екен. Келесі тапсырма. Бізде мынандай есеп берілген. Заңдылықты анықтап, қалып қойған өрнектерді жазды. 16 қосылған 15, 26 қосылған 35, осының арасында қандай сандар қалып кеткен? Соларды жазуымыз керек. Номері 4-ші есеп. Номері 4. А пунктіндегі есеп. Жазайық, 26-дан кейін арасында қалды. 36 қосылған 15 көтермекте. 46 қосылған 15, 56 қосылған 15, 76 қосылған 15 болады. Енді әсі. 21 азайту 14, 31 азайту 14, 41 азайту 14 болады. 51 азайтылған 14 болады. 61 азайтылған 14 болады. 71 азайтылған 14 болады. Және соңғы 81 азайтылған 14 болады. 81 азайтылған 14 болады. Келесі 5-ші тапсырма. Біздің мәселесі берген. 5-ші есепте шахмат үйірмесіне 20 ұл және 15 қыз қатысады. Шахмат үйірмесіне барлығы неше бала қатысады? Бұлай шартын құрдық. Ұл 20, қыз 15 барлығын табуымыз керек. Ол үшін барлығын табу үшін міндетті түрде қосамыз. 20-ға 15 қоссам 35. Жауабы шахмат үйірмесіне 35 бала қатысқан екен. Енді соның екінші есебі. Көркемсөз үйірмесіне 32 бала қатысқан. Олардың 13-і жоғарғы сыныпта оқиды екен. Бастауыш сыныптағы балалардың санын табуымыз керек. Ол үшін барлық оқушылар санынан жоғарғы сынып оқушылар санын алып тастаймыз. 32-ден 13-ті азайтсам, кейін тәсілді қолданып шығарамыз. 32-ні 20 қосылған 12, 13-ті 10 қосылған 3 деп алды. 20-дан 10-ды азайтам, 10 шығады. 12-ден 3-ті азайтам. 12-ден 3-ті азайтам, мәні 9 болады. 10-ға 9-ды қоссам 19 болады. Жауабы бастауыш сыныптан көркемсөз үйірмесіне 19 бала қатысыпты. Келесі 6-шы есеп. 6-шы есепте диаграмма бойынша сұрақтарға жауап берді. Бірінші, футбол үйірмесіне қанша бала қатысты? Сурет салу үйірмесіне неше бала? Домбыра үйірмесіне неше бала? Диаграмма бойынша өзінің басқа сұрақтар қойды. Бірінші, сурет үйірмесі ол қызылмен белгіленген. Ол бізде 6-ның тұсында тұр. Сол себепті 6 бала қатысты деп жазамыз. 6 бала. Келесі, футбол үйірмесіне. Футбол үйірмесі бізде сары түсті. Сары түсті 10 бала қатысқан екен. 9 құмалақ үйірмесі жасыл түсті бізде. Жасыл түсті ол 8 бала екен. 8 бала. Келесі, домбыра үйірмесі көк түсті. Көк түсті ол бізде 7 бала екен. 7 бала қатысқан. Енді өзің сұрақтар қойды. Бір сұрақ қойайын. Жалпы үйірмелерге қанша бала қатысты? Деген сұрақ қойсақ болады. Оны табу үшін мынаның барлығын бір-біріне қосамыз.
шығамыз. Яғни 6-ға 10-ды, оған 8-ді және оған 7-ні қосамыз. Сол кезде барлық үйірмелерге қатысқан балалардың саны шығады екен. Жетінші есеп. Жетінші есепте тиімді тәсілді қолданып есептерді шығар дейді. Бірінші 72-ден 17-ні азайтамыз. 72-ден 17-ні азайтсақ, 72-ні 60 қосылған 12, 17-ні 10 қосылған 7 деп болады. 60-тан 10-ды азайтсам 50 болады, 12-ден 7-ні азайтсам 5 болады. Мәні сонда 55-ке тең болады. Екінші есеп. Екінші есепте берілген бар екен, қайтып жазбақ қойын. 46-ға 54-ті қосқан ыңғайлы бізге. 46 қосылған 54 қосылған 200 деп алған ыңғайлы. Себебі 46-ға 54-ті қосқан 100 болады. 100 қосылған 200 ол тең 300 болады екен. Үшінші есеп. Мына жерде 55-ке 25-ті қосқан ыңғайлы. 55-ке 25-ті қоссақ 80 болады. 14 қосылған 80 болады. 14 қосылған 80 тең ол бізде 94 болады. Келесі есеп. Төртінші есеп. 28 қосылған 56. Қосылған 56 тең. 28-ді 20 қосылған 8 плюс 50 қосылған 6 деп жазсақ болады. Осы жерден 20-ға 50-ді қосамыз. 20 қосылған 50 қосылған 7, 8 қосылған 6 болады. Тапшыларға алсақ та болады, алмасақ та болады. 20-ға 50-ді қоссақ, мәні 20-ға 50-ді қоссақ 70 болады, оған қосамыз 8-ге 6-ны қоссақ 14 болады. 70-ге 14-ті қоссақ 84. Бесінші есеп. Мына жерде 70 қосылған 20, 80 қосылған 30 болады. Бірінші 20-ға 80 қоссақ болады. Ол кезде 100 болады. Қосылған 70-ге 30-ды қоссақ болады. Ол кезде 100 болады. 100-ге 100-ді қоссақ 200 болады. Алтыншысы қалай шығарған ыңғайлы дейді. Бұл жерде 66-тан 16-ны азайтып, одан шыққан санды 34-ке қоссақ болады. 66-тан 16-ны азайтсақ бізде 50 болады. Енді 34-ке 50-ді қосамыз. 34 қосылған 50 ол тең 84 болады. Бұл бізде 7-ші есеп еді. 8-ші есепке келейік. 8-ші есеп. Тоғжан ойлаған санын 18-ге кеміткенде 25 шықты дейді. Тоғжан қандай сан ойлағанын тапты дейді. Жерге шығарайын. Номер 8-ші есеп. Номер 8. Тоғжан бір сан ойлап, ол бізде белгісіз сан болғандықтан оны x деп белгілейміз. Бұдан 18-ді азайтқанда дейді, ойлаған санын 18 азайтсақ 25 шықты. Яғни теңдеу құрылды. X-ті табу үшін 25-ке 18-ді қосамыз. X тең болады. 25-ке 18-ді қоссақ, мына тәсілін қолданамыз. 20 қосылған 5, қосылған 10, қосылған 8. Тиімді тәсілін шығаратын болсақ, 20-ға 10-ды қосам, плюс 5-ке 8-ді қосам, тең. 20-ға 10-ды қоссам 30, 5-ке 8-ді қоссам 13. Тең сонда 30-ға 13-ді қоссам, ол болады менде 43-ке тең. Сонда менің теңдеуімнің мәні 43-ке тең болады. Орнына қояйық. 43-тен 18-ді азайтайық. Так, тексеріп көресіздер. 43 азайтылған 18 тең. 43-ті алайық.
30 қосылған 13 деп алайық. Минус 18-ді 10 қосылған 8 деп алайық. Тең 30-дан 10-ды азайтайық. 20 болады. Қосылған 13-тен 8-ді азайтайық. 5 болады. Сонда мәні 25-ке тең болады. Балдар, сонда 43-тен 18 алсақ, 25-ке тең екен. Сонымен бізде мұндай арифметикалық есептеулер үшін қолданылатын есепшот деген тақта бар екен. Бұл бізде есебімізді нақты және тиімді тәсілмен есептеуге қолданылатын құрал екен. Баяғы заманда осындай есепшоттарды қолданған. Сонымен балдар, бүгінгі біздің сабағымыз соңына жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.